Ассаламалейкум, Оралабинна. Ассаламалейкум. Бүгінгі мына қуанышлы әләжді көргеніне сізді қуанышлыман. Взаимно. Және бір мәрте әмме елімізге, әммеге бүгінгі мына ашылып атқан айдын жолымыз оң болсын. Рахмет. Осы жол бойынша азырақ халыққа пікірлеріңізді білдіріп өтсеңіз. Енді мен ойлаймын, бұл жолдың ашылуы біздің тарихымыздағы ең бір ахметті күндер деп есептеймін. Себебі бұл жол ашылуы, көпір ашылуы, мен екі процесте мен қатынастым. Амударияның көпірінде де, осы жолда да. Бұл жолдың ахметі жүдә күшілі. Біріншіден бұл Өзбекстанның караматын көрсетіп жатырды. Міне қысқа дәуірдің ішінде 350 миллион доллардан артық проекттің арқасында 240 километрдағы жаратылған жол. Бетонная двусторонняя дорога деп айтылады. Заманагой үлкен трасса. Бұл трассадан үлкен мынандай жүк таситын машиналардың өтуінің мүмкіншілігі жүдә күшілі. Бұл жолдың міне халыққа жүдә ахметі, себебі 2-3 неше мемлекетті байландыратуын бұл жол. Оның арқасында экономикалық жағдай, мемлекетіміздің потенциалы, халық аралық мына экспериментті раважландыру бойынша хамме нәрсеге бұл үлкен жол қоятуын һәм мемлекетіміздің раважына үлкен тәсір беретұғын фактор бұл. Соның үшін бұл жол һәммемізге де құтлы болсын. Мен ойлаймын, бұл әр жылы Қарақалпақстанда үлкен жақсы уақиғалар болып жатырды. Жаңалықлар, осындай раважлану факторлары болып жатырды, соның дәлелдері болып жатырды. Мен ойлаймын, халқымыздың жаңа Өзбекстан, жаңа Қарақалпақстанның таза тарихы, таза беттері ашылып, соның үлкен бір бақытлы күндер деп есептеймін. Құтлы болсын халқымызға, осы жол бақытлы болсын, дәулетлі болсын, рызқы несібелі жол болсын деп тілеймін. Оралабинна, мен сіз жаңа айтып өткендей әр жылы ашылып жатыр деп отырсыз. Мен әр жыл емес, біздер дерлік әр айда жаңалықтың куәсі болып жатырмыз. Енді бір ең ұзаққа кетпейік, міне ай жаңаланбады, Қаратереңнің ашылуы. Яғни бір жағы Тақтакөпір болса, бір жағы Қоңырат. Енді бұлай географик жақтан алсақ, Қарақалпақстан үлкен. Бірақ мына жаңалықтардың социал-экономикалық рауажланудағы жаңалықтардың өзгерістері кейінгі уақытта жүдә көп болып жатырды. Жүдә көп, һәм көз тимесін действительно масштабы үлкен. Оның үлкен масштабы кен, һәм бұны һәмме бір анализ қылып бірден айтуам, халқымыз оны әзір онша сезбейді. Себебі Қаратерең енді ол демалу комплексі, ол енді әзіріне бәһәрден басылап 25 жылы жазда бұл үлкен халықаралық бір сондай демалу орайына айланады. Ол жердің өзінің көзалығын, табиаттың көзалығы, жердің, судың, һәм инфраструктура қысқа дәуірде істелген. Барсаң хайран қаласаң просто. Ол жерде мен бұдан бір 15 жыл бұрын болып едім. Еш нәрсе жоқ еді. Еш нәрсе, бір қаруды жорға тігіп, барып бір демалып, сол Қаратереңнен бір гөне катер бар екен. Соған мініп, ол катердің ортасына барғанда тоқтап қалды жаңа катер. Жорға қайттық, айтайын деген, ол жерде сондай бір демалу орайы болады деген ойға адам ойлап болмас еді. Сол міне халқымыздың, құрметті президентіміздің ітібары, қалай берсе Тұрсын Айдаровичтің үлкен потенциалы, өзінің сондай фантастикасымен болып отырған затлар, құрметті президенттің тапсырмасымен үлкен қара үйіміз, сол қара тереңіміз, жолымыз, одан алдын Амудария беттегі көпіріміз, қаншалық жаңалық бір жылдың ішінде болып отырған ірі жаңалықтар, айма-ай болып отырған жаңалықтар. Одан қалса мен ойлаймын, әр бір мекемеде, әр бір шаңырақта осындай жаңалықтар көп болсын. Мен өзіміздің, мен Қарақалпақстан медицина институтының ректорымын. Біздер 17 мемлекеттен 55 жоғары оқу орынлары һәм ілми ораларымен қарым-қатынастамыз. Америка бола ма, Европа бола ма, басқа бола ма, һәм мемлекеттерге барып келеміз. Осы сіз айтып өткен жаңалық, кешіресіз, сіз айтып өткен жаңалықтарға мен сіздің грантыңызды қоспақшымын, Япониямен алынған. Айтайын деген, бұл грант 2 жылдың ішінде бұл қаяқтан келіп шығады. Өзбекстанда болып отырған демократик раважлану процесінің арқасында, реформалар арқасында, мен Қарақалпақстан медицина институтына 2 жылдың ішінде 10 миллион долларға мен проект алып келдім. 2 проект, біреуі японский, екіншісі корейский. Япониядан осы клиниканың раважлануын һәм оқу процесінің раважлану бойынша симуляционный орай ашылды заманагой, һәм лапароскопик операциялар қылатуын жоғары технологиялық, соны өскендерден алып келдік. Ал Корея проекті бойынша 2,5 миллион долларға біздер экологияны денсаулық бойынша таза тарау аштық.
медицина бойынша. Қаралбақстанда жоқтар ау. Өзбекстанда жоқтар. Өзбекстанда. Сол бойынша оның оқу кітаплары, оның нелері, тренинговый орайы, оның ilmi потенциалы, лабораториялары. Міне қазір сол жерде шаңның токсинларын анықтау бойынша, судың токсинларын анықтау бойынша үлкен лабораториялар бар. Кореядан келді олар. Соның адамдары Кореяда оқып келді һәм міне қазір ноябрьде халықаралық конференция болады, Ташкентте Нүкте болады. Айтайын дегенім, осындай заттар жүдә көп, әрбір вузда бар. Соның үшін бұл нәрсенің бәрі ненің арқасында? Һәммесінің инициативасының басында құрметті президентіміз, одан кейін үлкен реформа программалар, бізге тапсырмалар, соны анық орындап, ізінен түсіп істесек, һәмме жол ашық. Бүгінгі күнде мен не істеймін десең, һәмме нәрсе бар. Имканият бар. Имканият бар, мүмкіншілік бар. Соған белгіленген фондлар, орайлар, әртүрлі оның істейтін жоғары оқу орынлары, халықара форумлар, Өзбекстан, Америка, Өзбекстан, Германия, Өзбекстан, Израиль, Өзбекстан, Китай. Китайға барып келді құрметті президентпенен январь айында. Соның арқасында Китаймен қазір тағы 2 вузбен тағы айрықша программамыз бар. Бүгінгі күнде не қалаймен десең, қайсы халықтың қайсы группасы, мәселен, ол хаял қыздар бола ма, ол жастар бола ма, ол оқушылар бола ма, мектептегі, ол детский сад бола ма, я болмаса жоғары оқу орны, я академия бола ма, һәммеде потенциал жүдә күшлі. Соны жақсы үнемді қолданып, уақытында істеп, соны алып қалып һәм рауаж беру керек. Тек істей білу керек. Істей білу керек. Рахмет. Рахмет көп сізге рахмет. Мен сізге мінетар білдірмекшімін, соң Қарақалпақстанның һәмме машқаласы бола ма, жаңалығы бола ма, бір рауажға не керек болса, сіз һәммесін бересіз. Рахмет. Я вас очень люблю. Жақсы көремін сізді. Рахмет. Рахмет. Удачи.